Саламатсыңдар ма, балалар? Балапандар көңілдерің қалай? Керемет. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сәуір айының 12-сі ғарышкерлер күні екен. 12 сәуірде жер бетінде тұңғыш рет Юрий Гагарин атамыз ғарыш әлеміне ұшқан екен балалар. Мына ғарыш әлемін көріп тұрсыңдар ма? Ғарышта жұлдыздар әлемі бар екен. Онда біз зымыранмен ұшады екенбіз балалар, я? Бұл не балалар? Зымыран, дұрыс айтасыңдар. Аспан денелері мында. Бұл жұлдыз, жарайсыңдар. Я, планеталар, әртүрлі планеталардан тұрады екен аспан әлемі. Бізге ғарыш әлемінен робот досымыз қонаққа келіпті. Келіңіз. Сәлем деп айтамыз балалар. Сәлем. Жарайсыңдар. Келе ғой, ортаға тұра ғой. Балалар, ғарыштан келген досымыз өте көңілді екен. Сендермен бірге ән салып би дегісі келеді балалар. Балалар, енді мен сендерге аспан әлемін көрсетіп жіберейін, я? Күн. Меркурий, Шолпан. жер планетасы, Марс, Юпитер, Сатурн. Жарайсыңдар балалар, біз осылардың қайсысында тұрамыз? Біз қандай планетада тұрамыз? Балалар, біз жер планетасында тұрамыз. Қане айтамыз, біз жер планетасында тұрамыз, я? Балалар, біз жер планетасында тұрады екенбіз. Көгінде күлген ай күні, тамсанып таңдай қаққан бар ғалам. Асқақтап тұрған айбыны, қазақтың сенсің байлығы, аспан мен жер арасын жалғаған. Бақ беріп алла бармақтай, ғарышкер тоқтар талғаттай, өзіңнен ұшты қазақ алыбы. Ол өлкем менің ұлыман, ұшырып алғаш зымыран, Қазақстанды әлем таныды. Байқоңырым елім менің еңселі, жүрегіммен сүйемін мен сені. Байқоңырды жеркендегі деуші еді, бүкіл әлем құрметтесін сені. Бойында аққан дариясы, дана қоябыз қариясы, жұрты бар жақсы жайсаң жайдары. Анасың маған сен отан, ұшырған мені төретам, қасиетті